Өнегелі өсиет. Бір бай дүниеден өтер шағында ұлын шақырып алып, ұлым, мен өлген соң жұма сайын қыз алып, қала сайын үй сал, ас жесең бал же деп өсиет айтыпты. Бай дүниеден өтіп, ұлы атасының өсиетін орындай бастайды. Жұма сайын қыз алып, қала сайын үй салады, ас ішсе бал ішіп, ақшасын бітіреді. Сөйтіп жігіт далаға шығып біраз жүріп, бір үйілген тастың тасасына отырып, бөркін қолына алып, басын ұстап отырған уақытта бір жақтан бір шал келіп жігітке сәлем береді. Жігіт сәлемін алған соң, ол адам жанына отырады да жігітке не қылып отырсың дейді. Сонда жігіт жай отырмын деп жауап береді. Шал айтады, шыныңды айт деп сұрайды. Жігіт еш нәрсе айтпайды. Сонда шал, сырыңды жасырма, мен саған жақсылық көрсетемін дейді. Сонда жігіт, менің атам бай адам еді, сол атамның өлер алдында айтқан өсиетін орындаймын деп кедей болдым дейді. Сонда шал, қандай өсиет айтып еді дейді. Жігіт айтады, әуелгі өсиеті мен өлген соң жұма сайын қыз ал деп еді. Мен атамның сол өсиетін тұтып, жұма сайын қыз алдым. Екінші өсиеті қала сайын үй сал деп еді. Мен қала сайын үй салдым. Үшінші өсиеті ас ішсең бал же деп еді. Мен бұл өсиетінде орындап әр күні бал жедім. Солай етіп 3 жылда барлық ақшам таусылды дейді. Сонда шал тұрып жігітке айтады, сен атаңның өсиетін ұқпаған екенсің. Өйткені атаңның жұма сайын қыз ал дегені әйелмен сыйлас бол, қадіріңді кетірме. Сонда ғұмыр бойы тату-тәтті өмір сүресің дегені. Қала сайын үй сал дегені, қала сайын достарың болсын, барғанда түсетін дегені еді. Ас ішсем бал же дегені, еңбек істеп, ас ішсең балдан тәтті болады дегені еді. Деп қарт өз жөнін айтады. Жігіт әкесінің терең мағыналы өсиетіне сонда ғана көзі жетіп түсінеді.